Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін мен сіздерге ағаштар неге ашуланды деген әңгіме айтып беремін. Бердібек Соқпақбаев. Ағаштар неге ашуланды? Көктем шықты. Күн жылып, жер құрғады. Мектепте ағаш отырғызу жұмыстары басталып кетті. Бұл сөз оқушыларға ұнады, тек Алмабекке ғана ұнаған жоқ. Орман жақын. Ағаш отырғызып несіне әуре боламыз, деп ойлады Алмабек. Бірақ сыныптастарынан қалмай, Алмабек сыныптастарымен бірге барды. Сыныптастары бұта келді. Олар үйлерінің жанына ағаш отырғыза бастады. Сыныптастары отырғызған ағаштарына су құйып, түбін қопсытты. Ал Алмабек болса оның бірде біреуін істеген жоқ. Жаз келді. Самал жел Алмабектің сөзін естіп қойды. Сөйтіп самал жел оны бұтаға айтты. Ал бұта болса оны орман ағаштарына жайып салды. Алмабек жолдастармен шомылуға кеткен кезде олар шешініп те үлгерген жоқ. Өйткені жел қатты соғып, күн суып кетті. Барлығы қаша жөнелді. Тек Алмабектің кепкасы ұшып кетті. Алмабек оны қуалай жөнелді. Бірақ Алмабектің алдынан бір ағаш құлап түсті. Алмабек қорқып кетіп, кері қарай қашты. Бірақ оның алдынан қайың құлап түсті. Алмабек, мен сендерге не істедім деп жылай берді. Сол кезде орман атасы кәрі емен шығып, сен бізге мынаны істедің. Сен біздің бұтаны отырғыздың, бірақ оған су қойған жоқсың, түбін қопсытқан жоқсың. Біз сенің үстеліңде, орындығыңда, қағаз қаламың да бізден жасалған. Жазда саған көлең киеміз, ал қыста бораннан сақтаймыз, деді кәрі емен. Сөйтіп Алмабек өзінің іс-әрекетін түсініп, кешіріңіздер дей бергенде бір шыбық, бұны кешіруге болмайды деп сөзге араласты. Сол кезде кәрі емен, тыныш тұр, сөзге араласпа, баланың не айтатынын тыңдап алайық, деді кәрі емен. Сөйтіп Алмабек, кешіріңіздер, мен бұдан бұлай жасамаймын. Мен қазір үйіме барып, отырғызған ағашыма су құйып, түбін қопсытамын деп уәде беремін, деді. Сөйтіп кәрі емен, жарайды, үйіңе бар, деді. Жерде құлап жатқан ағаштар орнынан көтеріліп, Алмабекке жол берді. Алмабек үйіне келе сала, отырғызған ағашына су құйып, түбін қопсытты. Ағаш өсе берді. Күзде жапырақтары өсті. Бұны орман ағаштары естіп, Алмабекке ризашылығын білдірді. Егер де балалар, бұл ертегі сіздерге ұнаса, менің арнама жазылуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.